Баршаңызға қайырлы күн достар. Егер де сіздер біреуге ренжулі болатын болсаңыз, мына видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Пенде болған соң әрине кей кездері біреуді ренжітіп, немесе өзімізді ренжитін сәттер аз болмайды. Неге кейде біреуді ренжіте салу оп-оңайды, ал кешіре салу соншалықты қиын болып көрінеді. Әрине ол біздің тәкаппарлығымыздың, қаталдығымыздың, менмендігіміздің, яғни нәпсінің қолына айналғандығымыздың белгісі. Бір адамға ренжісек, өкпеміз қара қазандай болып, айтылған сөз атылған оқпен тең дегендей сөзі көкірегімізге оқтай қадалып, не ол оқты алып тастауға әл дәрменіміз жетпей, не жатсақ та, не тұрсақ та ойымыздан кетпей әуреге түсетініміз де бар. Өкпе кейде кетке айналып кеткенін өзіміз де аңғармай қаламыз. Қазіргі таңда көбіне ұнайтын сөз, орысша айтқанда нервничать етіп, сол адамға жынданып жүреміз. Ал бұл ісіміз дұрыс па? Біріншіден, тәнімізге жақсылап жайғасып алған реніш, өкпе, ашу, ыза, кек сынды теріс қасиеттер ең алдымен жүрегіміз бен санамызды әбден кеміріп болған соң басқа мүшелерімізге көшеді. Өкпелегіш соны ұзақ уақыт бойы ұмытпай жүретін кек сақтағыш жандардың жүйке жүйесі мен жүрек ауруларына жиі шалдығатынын медицинада дәлелдеген. Жүрек пен сана сау болмаса, басқа мүшелеріміз де жанымыз да сау болмайды. Екіншіден, кешіру дінімізде маңызды орын алады. Оңай кешіретін кеңпейіл, ақкөңіл болу, күлімсіреу сауапты істер. Алла тағала қасиетті Құранда былай дейді екен: уа Мұхаммед, сен сонда да кешірімді бол, жақсылықты бұйыр, сауапты һәм пайдалы істер істегін. Ондай надандардан сырт айнал, олардың қылықтары мен сөздерін көңіліне алма, наданмен надан болма деп бұйырған. Ағраф сүресі 199 аят. Мұсылманға өзі сияқты мұсылман бауырмен ренжісіп, 3 күннен артық қатынаспай қоюына болмайды. Екеуінің жолы түйісіп жолығып қалса, бір-бірін көргісі келмей теріс айналады. Ал шынуайттап келгенде, қайсысы бірінші болсын сәлем берсе, сол хайырлы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде. Бұхари Адаб 62, Мүслим 1:23. Кейбіреулер кешіре салу өзін өзі сыйламайтын әлсіз адамдардың ісі деп ойлайды. Ол үлкен қателік. Керісінше кешіре білу мықты жандардың әрекеті. Міне сондықтан жүрегімізге өкпе реніш толтырғанша, оны жақсылықпен, мейірімділікпен, ізгі амалдарға толтырып, әрі денсаулығымызды құртпай, әрі сауап алып, әрі Алланың ризашылығына бөленейік.